Сәлем, ассалаумағалейкум баршаңызға фотошоперлер. Бүгін бізде иллюзия обманы, обман зрения дейді. Сол түрдегі фотошопты үйренеміз. Көбісі айтып жатты, оңай жасалу деп. Бірақ та неге екенін ешкім дәлел бойынша істеп көрсеткен жоқ. Сол үшін видео сабақ шығарайын дедім. Ал бүгінгі бізге керекті Eraser деген программа. Бұны қазір неге екенін түсіндіремін. Бізге объект қырқылу керек. Біріншіден Eraserге кіреміз. Окей, load of photo. Осыған кіріп галереяның ішінен өзімізге керекті фото. Бұл жерде екі фото 3:4 стилінде түседі. Біреуі осылай жандап тұрады, біреуі тігінен қарап тұрады. Оны ешқандай да өшірмейміз, қазір сіздерге көрсетемін. Біріншіден осыны алып, неки жаннан түскен фото. Дәл осылай жаннан бір түсіріп аласыздар. Барынша енді өздеріңіздің қолдарыңызда болсын, ақ фонға түсіре беріңіздер. Аутоны таңдаймыз да, окей. Әр жерге ұрып шыққан кезде автоматически жоқ болады. Егер ақ фон көрінбей жатса, мына жерде қараны басып қалсаңыздар, қара түске айналады. Окей, бұл жер қажет емес. Неке көрдіңіздер, дәл осылай аутомен тез қырқып аламыз. Осы программамен Eraser деген Play Market'тен тартасыздар. Жазсаңыздар шығады. Окей, келесі бізде сохранить етеміз. 1, 2, 3 десеңіздер жанындағы. Келесі бізде PixArt. PixArtқа кіріп, неке PixArtпен жұмыс жасаймыз. Келесі бізде неке көрдіңіздер, 3:4 стилінің екінші түрі. Осылайынан тігінен бір түсіріп аласыздар, жанынан бір түсіріп аласыздар. Мен үнімдегеше қоймай жүріп артынан түсірген болатын. Неке жанынан бір, артынан бір. Бізде ешқандай да өшіргіш қолданбайды, давайт фото қолданбайды. Бұда тікелей рисовать қолданылады. Мен осын бір екі адам айтам екен деген едім, ешкім айтпады, барлығы өшіру дей берді. Окей, мына пустой слойды өшіріп тастаймыз. Мінекей мына жерден слой фотоны таңдаймыз. Слой фотоны таңдаймыз. Мінекей бізге қазір осы артық қырқылмаған бір фотоны алып алдық, себебі оның көлемі бізге керек болды. Мінекей аламыз. Қазір бізде ақ фондағы адамды өшіріп тастаймыз, себебі мінекей осылай алып тастай саласыздар. Тек қана оның рамкасы ғана керек болады бізге. Мінекей дәл осылай алып тастайсыздар. Окей, тағы бір слой, енді жаннан Eraserмен қырқан жаннан алынған фото. Мінекей жаннан алынған фото. Дәл осылай аласыздар. Мінекей көрдіңіздер, екі фото үстінде анау тұрады, астында мынау тұрады. Мынау уже бізге қажет емес. Бұның формасын уже алып алдық. Оны өшіріп тастай саламыз. Мінекей мынаны көрдіңіздер. Астындағысын күшін азайтамыз. Көрдіңіздер ғой, күшін азайтасыздар да. Енді қайтып сол жерге 3 нүктені басып, біріншісін басамыз. Окей, осы біріншісін басқанда біз фотоны қимылдатуға удобно. Енді осыны көзбен көзді, мұрынмен мұрынды, ауызбен ауызды дәл бір-біріне сәйкестендіресіздер. Қасқа мән берсеңіздер, қас үсті-үстіне плотно түсу керек. Мінекей көрдіңіздер, ауызбен ауыз бәрі ровно және де четко түсті. Енді 100%-ды қайта көтереміз. Окей, 100%-ды қайта көтеріп, енді осы жердегі мінекей прикол бізде қазір барлығы тіке түсіп тұр. Бір көріп аламыз да, обычныйдың ішінен множить. Екінші множить таңдаймыз. Осыны таңдаған кезде мінекей оля-ля автоматты түрде сізге қырқып осылай автоматты түрде қырқып береді. Мен осы аудио басып жатқан кезде біреу звондаса жек көремін. Қазір ғана окей, мінекей көрдіңіздер, бұл множитта бір кемшілігі осылай фотоны қап-қара қылып тастайды. Бұның стилі сондай, қара қылып тастайды бұл қосқан кезде. Енді мінекей үшіншісін слиян бір-біріне, яғни қосамыз, фотоны қосып, пустой слой ашып, мінекей мына жерден бояғыш таңдаған кезде енді фон, артына фон керек бізге, дәл осылай қалдырмаймыз. Өзіңізге ұнаған фонды таңдап аласыздар. Фотоларыңыз барынша ақ болсын. Мына жерде қара болса, одан бетер қара қылып жіберуі мүмкін. Енді инструментке кіріп біз фотоны ағартамыз. Бірінші қырқып аламыз. Кешіріңіздер, обрезайтқа кіріп, инструментте бірінші тұрады обрезайт. Окей, қырқамыз. Енді кривие, мінекей көрдіңіздер, беті қара. Енді мына жерде қарасаңыздар, бұның иллюзия. Мынандай жартысынан қарасаңыздар, не қарап, жартысынан қарап тұрған адам сияқты. Енді мына жартысынан қарасаңыздар, мінекей көрдіңіздер ме? Керемет, е? Біреу тіке қарап тұрған сияқты. Бір суретте екі элемент қолданылып тұр. Ешқандай да өшіргішпен қолданылмайды. Кеше көріп жаттым. Өшіргішпен біреулер істеген, ол ешқандай да білмеймін. Мүмкін болатын шығар, бірақ та ол дәл мынандай қылып өзі автомат түрде барлығын четко түсіріп бере алмайды. Мінекей кривиеға кіріп осылай ағартамыз бетті. Көрдіңіздер, енді FX-ке кіріп міндетті түрде HDR-ді бір басамыз. Фотоларыңыз барынша сапалы болсын, достар. Фотоларыңыз сапалы болмаса, қанша дегенмен сапасын құртып жібереді. Мен қанша дегенмен мегапикселін көтеріп түсіргеннің өзінде де осындай болып шығып жатыр. Мінекей достар, иллюзия, обман зрения дейді. Осы фото осылай жасалады, достар. Ешқандай да өшіргіш, басқа да нелер емес. Бір фотоны айтады ғой, бір нәрсені істемей жатып, соған баға беруге болмайды. Бірінші істеп көріңіздер, сосын барып өздеріңіз айтыңыздар. Мінекей енді келесіде мен жақын ортада тағы бір жоба бастаймын. Ол жобада сіздерге фото обзор жасаймын.
Сау саламатта болыңыздар, ұнады деген ойдамын. Сау. Love you.